Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Ақтау көлік колледжінің арнайы пән оқытушысы Қалмұратова Перизат Рахметоллаевна. Менің бүгінгі сабағымның тақырыбы темір жолдарды күрделі жөндеу жұмыстары. Темір жолдарды күрделі жөндеу жұмыстары 3 кезеңнен тұрады. Оларға дайындық жұмыстары, негізгі жұмыстар және өңдеу жұмыстары кіреді. Дайындық жұмыстарына жұмыс кемшілігін анықтау үшін жерді өлшеу жұмыстары, ұзын ұшпалдың соңғы жақтарын кесу, олардың ішінен шірігендерін ауыстыру, саңылауларды реттеу, болттарды майлау жұмыстары кіреді. Негізгі жұмыстарға жөндеу жұмысы кезіндегі орындалатын басты жұмыстар кіреді. Бұл рельс шпал торларын ауыстыру, жолдарды көтеру жөндеу, шпалды соғып, балласт қабатын толықтыру жұмыстары. Өңдеу жұмыстарына жолдың жағдайын жақсартуды қамтамасыз етуге арналған барлық жұмыстар кіреді. Мен күрделі жөндеуді бастау алдындағы дайындық жұмыстарына тоқталайық. Технологиялық процесте көрсетілгендей, жол жұмыстары 4 түрге бөлінеді. Дайындық, негізгі, өңдеу және базадағы рельстік буындарды сөгу және тігу жұмыстары. Дайындық жұмыстары аралықта да, өндірістік базада да жүргізіледі. Өндірістік базаға келген жаңа материалдарды түсіріп, ескі рельсті шпал торламасын сөгіп, жарамды материалдарды іріктеп шығарады. Және іріктелген материалдардан жаңа звено құрастырып, оны платформаларға тиейді. Аралықтарда дайындық жұмысы 1 күн ішінде орындалады. Бірінші күні 8 жол жөндеуші түйіспелерді реттеп, саңылау болттарын босатып майлайды. Босаған шпалдарды қағып бекітеді. Осымен негізгі жұмыстарға дайындық жұмыстары аяқталады. Негізгі жұмыстар толаскез кезінде аралықты қоршау сигналдармен қоршап жапқан кезде орындалады. Аралық жабылғаннан кейін 2 жол жөндеуші ВПО 3000 машинасын қоректендіру орнын дайындауға кіріседі. Соңғы графикке сәйкес пойыз жүріп өткеннен кейін жұмыс орны сигналдармен қоршалып, аралық жабылады. Осы кезде ВПО машинасының қоректену орнын дайындау жұмысы аяқталады. Жолды сөгу краны келгенге дейін 18 жол жөндеуші саңылау болттарын шешеді. Содан кейін жолды сөгу жұмысы басталады. Жолды сөгу жұмыстарына 4 машинист және 18 жол жөндеуші қатысады. Олар жолды сөгу жұмысымен қатар ескі звеноларды тиеу және оларды платформаға бекіту, звенодан түсіп қалған материалдарды жинау жұмыстарын орындайды. Жол сөгіліп жиналғаннан кейін 2 машинист қызмет көрсететін тракторлар ластанған балласты 30 сантиметрге дейін қопсытады және 2 машинист бульдозерлермен жер төсемін қалыпқа келтіреді, яғни жоспарлайды. Мұндай жағдайда олар топырақты тығыз қопсытып, жер төсемінің беріктігі мен тығыздығын қамтамасыз етеді. Содан кейін УК краны арқылы жолды төсеу жұмысы басталады. Жолды төсеу жұмысын 4 машинист және 12 жол жөндеуші орындайды. УК краны арқылы жол төселгеннен кейін 8 жол жөндеуші накладкаларды қондырып, болттарды қолмен қатырады. 4 жол жөндеуші және РГУ гидравликалық аспабының 1 машинисті жолды өске келтіреді. Содан кейін 12 жол жөндеуші және шпал соққыш аспабының 1 машинисі жолды түзетіп, ВПО 3000 машинасының жұмысына жолды дайындайды. Рельсті және шпалды бекіту, бекітпелерді нығайту жұмыстары аяқталғаннан кейін шебін тиелген хоппер-дозатор шебін төгу жұмысына кіріседі. Бұл жұмысты 2 машинист атқарады және көмекке 2 жол жөндеуші беріледі. Хоппер-дозатор вагондарының шебін төгу жұмысы аяқталғаннан кейін балласт призмасын түзету және өңдеуге арналған 6 машинист және 4 жол жөндеуші қызмет атқаратын ВПО 3000 машинасының жұмысы басталады. Айтылған жұмыстардың барлығы аяқталып тексерілгеннен кейін барлық учаскелерде пойыз қозғалысына жол ашылады. Жоғарыда айтып өткендей, бірінші пойыз 15 км сағат, екінші пойыз 60 км жылдамдықпен жүріп өтуі тиіс. Жұмысшыларға түскі үзіліске 1 сағат уақыт беріледі.
барлық жол машиналары және жұмысшы поезд станцияға қайтарылады. Негізгі жұмыс аяқталғаннан кейін ертесіне өңдеу жұмыстары басталады. Өңдеу жұмыстары 4 күн ішінде орындалады. Бірінші күні жол жиегіндегі шашылған шебіндерді жинап, ортаға лақтыру, есеп бойынша қисық жолдарды түзету және саңылауларды іріктеп, босаған болттарды қатайту жұмыстары орындалады. Екінші күні хоппер дозатор арқылы қосымша шебін түсіріледі. Сондай-ақ ВПО-3000 машинасының екінші рет өңдеу жұмыстары жүргізіледі. Үшінші күні электрлі аспаптармен жолды толықтай түзетіп, жол төсемін өңдеу жұмыстарын орындайды. Төртінші күні жер төсемін өңдеу жұмыстары аяқталады. Осымен жол пайдалануға беруге дайын.